Ассалаумағалейкумдер. Бүгін тағы жұмысымызды бастаймыз. 3-ші күн бүгін. Құдай қаласа. Бүгін жақсы жүріп берсе, қолымыз жақсы жүрсе, жақсы болар еді. Так. Бізде пробег 5576-ны көрсетіп тұр. Құдай қаласа қосайық қане. $930 дейді, алайыншы жарайды. Кеттік ендіше. Сағат 9:45, бірінші заявка, микрорайон қалқаманнан түсіп тұр ғой. Кетіп бара жатырмыз міне. Қалқаман. Так, вход со стороны хостел дейді. Хостел келіп тұрмын точкаға. Қазір затымызды алып шығайық. Затымызды алып шықтық, общем-да. Хостелге қарама-қарсы есік екен, мына ішіне кіресің, ар жағында магазин бар екен. Біз точка Б-ға қарай кеттік. Сайна Төле би екен, шамамен сол район Ақсайға. Бағасы $930 шығарып тұр. Бізге тағы бір заказ түсіп қойды, ана заказ орындамай жатыр. Ет дүкенінен асыл ет па, үшін алып шығайық. $620. В общем, етімізді алып шықтық, мұнда кеттік. Бірінші етті береді екенбіз. Список бойынша ет екен бірінші. Жаңа еттің адресіне келіп тұрмын, міне құдай қаласа. Қазір беріп шығамыз. $620 наличный дейді. Мына ойдым екінші блок 153-ші этаж дейді, 7-ші этаж. Осылай лифт ашыла қалса қуанып кетесің ғой. Ана неде Есентай мол дегендерде жоғарға көтерілуің бір жарты сағат қой. Әр этажда түсіп тоқтап барады, тоқтап келеді. 152, мына 153 екен. Сәлеметсіз. $708 628 0587 Талғат деп шығады. $620. Жақсы болыңыздар. Аха. Болды, ашылды. Так, бізде екінші заявка. Алла қаласа қазір беріп шығамыз болды. $930 наличными. Сәлеметсіз, здравствуйте. Сізге. О, спасибо. Аз болсын. Рахмет. Оплата карта. Оплата здесь наличным указано. Наличные, давайте вам переведу тогда. Сколько? У меня тут что-то не показывает. $930. Ойбай. Қазір. 608. Да. 628. 0587. Талғат. Талғат. 930. Спасибо вам. Жақсы болыңыз. Вроде қиналып жатқан сияқты дауыспен айтып еді. Ойбай деп $930 десем. $1000 салып жүрді. Чаевый деп. Ой, рахмет көп. Осындай клиенттер көп болса екен, ол тағы бір заявка түсті бізге. Алайық $830 дейді. Ошибка дейді, но подъезде свет ұстамайды. Жоқ, заявка қабылданыпты. Кетті онда. Ошы заявкамызды алдық. $880 наличными берді. Осы самса қана екен, тандыр самса. Кеттік адреске. жоғары қарай.
Жақын қалды, кішкене қалып тұр міне. Құдай қалса қазір тамағын береміз. Келесі Саевты күтеміз. Келдік ау деймін, Тойбастар 4. Тойбастар 4. Звоногын бастық, қазір шығып жатса береміз. Болды. Сәлеметсіз, доставка. Жақсы, сау болыңыздар. Болды, бердік, құтылдық. Саевкамызды жабамыз. Келесі Саевканы күтеміз енді. 3 Саевка орындаймын, 3-і наличный болды. Саевке 1941 теңге түсті. Соның комиссиясы Яндекстің 420 теңге және 99 теңге. 520 теңге ұстап тұр ғой. Содан қалған 1941 теңге. Әдемі Саевка ғой. 1730 теңге дейді. 2710 теңге алу керек мен срочно. Кетті онда. Калиткісінің номерін жазып қойған екен, код дұрыс болды. Саяғы неге келіп тұрмын адреске. Өте жақсы. Мұнай екен не турамыздағы. Осындай адамдарды көрген кезде қуанып кетесің ғой. Подробно жазып қояды не. Подъезд жаңа Жетісу дейді. Әдемі екен. 7-ші этаж, бізге 177 дейді. 5-ші этаждан дұрыс. 5-ші этажға келдік міне. Ассалауму алейкум. Оплата сол жақтан ғой, Так, оплата наличными дейді, шешпепті. Болды. Бере саласыз ба? Ақшасын сразу наличный бере салып брат. Дұрыс болды. Кетті онда. Кеп қалдық бірінші этажға. Ушым адреске келдім, медикал. 2-ші этаж клиник дейді. 205-ші кабинет. Болды, сатын беріп қойдық. Саевка жабылды. Кеттік, тағы бір заявка түсті. Ушым заявкамызды алдық. Мұнда мынандай бір документ беріп жүрді. Баточка кетті енді. Көріп жіберейік. Төлебей Момышұлы, шамамен Ташкентский. Артымызға қайтамыз. Ас болсын жігіттер, ас болсын. Ой, жақсы болды. Келе жатсам алдымнан шығып қарсы алып, күтіп алды, документін бере салдым. Безналичный оплата болған 880 теңге ма сондай. 880 теңге екен.
жақсы болды. Келесі заявканы күтеміз енді. Заявка түсті. Тағы безналичный оплата дейді. Безналичный оплатаны кішкене жинап алу керек негізі. Ақшасы азайып бара жатыр ішіндегі. Кеттім онда. Мына Сайын көшесі. Жолда ұшып кесіп өту керек қой қыз. Қазір бір тоннелді көрсетемін. Әдемі жасап қойған электровелик, самокаттар, инвалидный арбалар үшін. Бізге жолына аржанып кесіп өту керек. Осылай өтеміз міне. Өте ыңғайлы. Ушым затымызды алдық, мынау не екен ғой, баннердің бірден кесі, короче, жардама 1500 теңге шығып тұр. Гүлшахар деген типографиядан алдық. Кеттік енді. Әрең завершить еттім, оны бердім. Көрейікші қанша шықты. 2040 теңге екен. Келесі заказ күтейік енді. Келесі заказ 850 теңге сверху. Безналичный оплата дейді. Мынау жақсы заявка болып тұр. Кеттік. Қай жерден қай жер екен көрсетейікші. Адресті. О, жақсы. Кеттік онда. Қозғалғам сол еді, отказбашы еді, сука, жаңағы заявка. Так, 9.45-те басадым, 10.45, 11.45, 12.45, 3 сағатта 6,5 мың теңге. Аз бүгінге негізі. Мынау тағы да беріп жатыр. Тура осы адрес. Жоқ, мынау басқа адрес екен. Тура солай 850 теңге сверху келіп тұр. Кеттім ендеше. Так, заявканы алдым. 1940 теңге шарт тұр. Осы жердегі анау ателден салон красотеден беріп жіберген бір бәле, бір пакетте. Бағана Момышұлына қарай кететкем, Шаляпина Момышұлы 1950 теңгеге. Кеттім жақсы. Шамал қалып тұр, Сайнамен Шаляпин қиылысында тұрмыз. Сайын көшесі, Шаляпин. Так, точка кетіп тұрмын мен. Заявканы беріп шығайық. Оплата безналичный 1940 теңге. Жаса болыңыз. Болды, беріп қойдық, құдай қаласа. Заявканы жапсақ болады. $1940 теңге. Күтейік енді келесі заявканы. 10 мыңға жетсем кетейін деп тұрмын ғой. Шаршап тұрмын. Так, шамамен қазір обновление болады. 8 мыңға жуықтайды. 8 мың болыпты. 10-ға жетсем кетем бұйырса. Спрос вообще жоқ болып қалыпты мында. 300-ге 300 дейді. 0. Мына жерде ана фиолетовый зона болып тұр кішкене. Не де болса енді бір 3 заявка орындаймын. Қайтам қазір 7 заявка орындап тұр екем. 3 заявка орындасам, сонымен 10 мыңға жуықтап қалатын шығар. Сонымен қайтамыз. Заявка түсті. Құдай қаласа. Безналичный оплата дейді. Дұрыс болды. Безналдарды кішкене ақшасын жинап алу керек болып тұр. Кеттім жақсы. Ушу мен жаңа жерден заявкамды алып кеткен болатынмын. Түсіріп тұра алмадым, қасымда ана жігіт тұрып алды дағы. Берген жігіт пояс беріп жіберген. Мынандай таэквондо ма, карате ма бірдеңе. 580 теңгеге. Қазір бере салам. Маған тағы бір заявка түскен, мында көрініп тұр ғой.
заявкасын беріп қойды ғой ана жігітке. 1060 теңге екінші заявкаға кетеміз. Мына бір жер ғана жап жақын екен. Тамағымызды алып шықтық біз. Кеттік, құдай қаласа. Тамақ мына ифтар деген кафе ғой. Ушым заказды завершить еттім, тамақты бердім. Естой екен ғой. Так, біз келесі заявкаға кеттік. Тағы заявка түсіп қойған бізге. Жердің бір жеріне қарай кетеміз ғой. Корпоративный заказ дейді. Корпоративный заказды жек көрем бар ғой, өйткені өте арзан жүреді. Кеттіген сонда да. Ушым алып шықтым, ана жерде овощной екен. Бір мынандай петрушка ма, укроп па, сондай ғана берді. Еще суретке түсіріп қой дейді оны. Түсірмейміз оны. Осылай істейміз да жібере саламыз. Қанша шығып тұр екен, укроптың бағасынан сірә қымбат болып тұр ғой. Алып баратын ақшам. Көрсетіп тұрған жоқ, барған соң көреміз енді. Кеттік онда. Соңғы заявкамыз, құдай қаласа. Ең Зайбал деген машина мынадан төмен түсу ғой. Аль-Фарабиді ар жағынан кесіп өту керек. Амал жоқ басқа. Өтеміз солай, жетектеп. Осылай жүріп Есентайға да кеп қаппын ғой. Ошым осы екен ғой, таудың басында. Батарейканың біраз энергиясын жұтып алды. Қаттынан биік өрге көтеріліп еді. Әжептәуір батарейканы жұтып жүрді. Шамамен бір 1000 теңге шығар келген. Пока көрсетпей тұр. Заявканы жабайын деп жатсам, қабаттасып бір заявка нечайны басып алам анан. Заявканы жабып жатсам, қосылып түсті, басылып кетті. Придется енді орындауға тура кетіп тұр. Ошым жігіттер, мен ағайындар жұмысымды аяқтадым. Сағат қазір қанша болды? 16:00. Сағат 10 заказға 10.656 теңге. Батарейка толығымен өлді. Соңғы заказды орындамадым, атқа жасап жібердім. Оны орындайтын болсам, бір шетте қалып кететем, қаланың ар жағында. Есентай жақта. Сондықтан атқа жасауға тура келді. Бүгінге осы, ағайындар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Жұмыс жота соңғы кездері слабый болып жүр, өте слабый. Тамақ вообще 0, ешқандай тамақ заказ түсіп жатқан жоқ. Яндекс, Едадан. Сау болыңыздар.